Мен өзі жалпы үш тіл білемін. Олар қазақша, орысша және ағылшынша. Үш тіл деп айта аламын. Қазақ, орыс, ағылшын тілін. Үш тілді білем: қазақ, орыс және ағылшын. Сәлем, бүгінгі эпизодта көшедегі адамдардан олар қандай тілді білетінін және сүйікті тілдері қандай екенін сұраймыз. Бізбен бірге болыңдар, ал кеттік. Қазақ тілінен басқа қандай тілдерді білесіз? Орыс тілін дуалингва деген сайт бар ғой, содан ағылшынша оқып жүрмін. Өзім үйден. Қазақ тілінен басқа қандай және қанша тіл білесіз? Мен өз басым үш тіл білемін басқа. Қандай? Орысша, ағылшынша, қытайша. Орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын, тоже дуалинго, турецкий. Сіз қандай тілдерді білесіз және қанша тіл білесіз? Қазақша, орысша, арабша үйреніп жатырық, ағылшынша үйреніп жатырық, түркше. Мен қазақшадан басқа ағылшынша, сол қытайша білем, ал орысшаны үйренудемін. Сіз қанша және қандай тіл білесіз? Әрине ана тілімді білем, орыс тілі өмірге қажет, сол үшін орыс тілінде қатар алып жүремін. Үш тіл деп айта аламын. Қазақ, орыс, ағылшын тілін толық емес, бірақ қазір сөйлеуге жеткілікті. Үш тілді білем: қазақ, орыс және ағылшын. Негізгі тілім қазақша тіл, сосын орысша білемін. Мен өзі жалпы үш тіл білемін. Олар қазақша, орысша және ағылшынша. Үш тіл білем: қазақша, орысша, ағылшынша. Сіздер қандай және қанша тіл білесіздер? Біз қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілін білеміз. Осы тілдердің ішінде сіздің сүйікті тіліңіз қайсы? Әрине бұл адамның ана тілі. Осы тілдердің ішінде өзіңіздің сүйікті тіліңіз қайсы? Өзіміздің қазақ тілі. Қазақша әрине. Қазақ тілім, орыс тілі де ұнайды, ағылшынша да ұнайды. Үшеуі де қатты ұнайды маған, иә. Жалпы осы тілдердің ішінде сіздің ең сүйікті тіл қайсы? Әрине қазақ тілі, ана тілі. Әрине қазақ тілі. А басқасы? Ау? Басқасы сізге ұнамай ма? Басқасы да ұнайды. Негізінен кішкентайымнан бері орысша да, ағылшынша да сөйлейтін. Ағылшын тілін 7 жастан бері меңгеріп келем. Сондықтан бірақ үйде көбіне қазақша сөйлегендіктен әрине қазақ тілі. Ең сүйікті тіліңіз қайсы солардың ішінде? Менше қазақша ең сүйікті тілім. Оны сөйлеген кезде, қазақша сөйлеген кезде біраз еркін сезінем. Ең сүйікті тілім орыс тілі. Орыс тілі. Ал неліктен ол ең сүйікті? Себебі мен кішкентай кезімде өзі мультик және де басқа да заттарды орысша көретінмін, және де поэзия, әдебиет барлығын сол орысша оқығаннан кейін орыс тілі менің сүйікті. Осы тілдердің ішінде сізде сүйікті тіліңіз бар ма? Сүйікті ма? Ағылшынша шығар, оңай ғой. Жалпы осылардың ішінде сіздің сүйікті тіліңіз қайсы? Қазақ тілі, әрине қазақ тілі. Қазақ тілінде сөйлеңдер деп балаларымызға айтамыз. Ең қиын тіл қайсы болды сіз үшін? Мен үшін ең қиын тіл. Қатты аса қиын емес, бірақ осыларға қарағанда ең қиыны сол негізі оңай тіл, бірақ ағылшын тілі басқалармен салыстырғанда. Ал ең оңайы қайсы болды? Ең оңайы түрікше. Орысша қиын, қытайша қиын, екеуі дүниежүзіндегі ең қиын тілдердің бірлері ғой. Ең қиын қазақша деп ойлаймын, ең қиын маған. Именно әдебиет қазақша. Иә. Ал ең оңайы? Ең оңай орысша. Ал осы тілдердің қайсы сізге жеңіл болды және қайсы қиын болды үйрену? Менше негізі ағылшынша ұзақ уақытқа созылды үйрену, өйткені бір интенсив дейді ғой, андай интенсивли үйренген жоқпын. Мысалы бір жылдың ішінде бірнеше уақыттарда үйреніп жүрдім, бірнеше уақытта үйренбедім. Осы үш тілдің ішінде сізге ең қиыны болған қайсы тіл және ең оңайы қайсы? Ең қиыны дегенде қазақша қиын. Негізі қазақша қиын, мен орысша үйреніп қалған соң кішкентай кезден бері. Ағылшын тілі оңай ғой негізі бізге, қазақ болған соң орыс тілін білеміз. Орыс тілі өзі өте қиын шетел адамдарға. Қазақша шығар, былай таза қазақшада сөйлеу қиынырақ. Изи қазақ көрермендері үшін арнайы тіл үйренушілер платформасын аштық. Ол платформада эксклюзив контент болады. Оның ішінде атап айтсақ
тіл үйренуге пайдалы материалдар жүктеп алуға болады. Мысалы, сөздік, әр эпизодқа сай интерактив жаттығулар, аудио, бейне жазбалар және екі тілде транскрипт болады. Изи Қазақ каналына сілтеме мына жерде тұр. Соған өтіп бізге жазыл. Ал осы ағылшын ба, түрік пе, қайсы сізге қиынырақ? Немесе жеңіл ме? Маған түркше жеңіл, қазақ тілге ұқсайды ғой, енді ағылшын. Түрік пен ағылшынды алғанда ағылшын қиын. Түркше кішкене жеңіл. Сізге қай тілі қиын болды? Ағылшын тілі қиын. Қанша дегенде тереңдеген сайын кішкене күш көбірек талап етеді. Ал қайсы жеңіл болды? Орыс тілі жеңіл деп ойлаймын. Жалпы ең жеңілі маған орыс тілі сияқты. Енді біздер дейтін советский кездің балаларымыз ғой. Біздер дейтін орыс тілімен өстік. Орыс тілінде мектепте бәрінде орыс тілін жақсы оқыдық. Содан может орыс тілі мүмкін. Сіз үшін осы тілдердің ішінде ең оңай болғаны қайсы? Ең оңай болғаны мен ойымша орыс тілі. Себебі мультфильмдердің барлығы кішкентай кезде орысша болғандықтан, тіпті кітаптарды орысша оқитын жасөспірім кезімде, сол үшін орыс тілі тез меңгерген тіл болатын. Одан кейін қазақ тілін сезбедім негізі, қиын ба оңай ма, себебі кішкентайынан үйренген тіл болғандықтан. Ал ағылшын негізі ол да қатты қиын деп санамаймын. Ең бастысы белгілі бір дағдымен дұрыстап меңгерсе, қатты қиын емес тіл меңгерген. Және жаңа тілді үйренуде ең оңай әдісі қандай деп ойлайсыз? Өзіңіз қандай тәсілдерді қолдандыңыз? Ең оңай әдіс мен ойымша бірден күнделікті практика. Яғни егер бірден сол тілдегі адамдармен сөйлесе бастасаң, сол тілді естісең оңай болады. Ал жалпы негізі грамматикадан, күнде сөз үйренуден бастаған жөн деп ойлаймын. Жалпы тілдерді үйрену барысында ең оңай әдісі қандай деп ойлайсыз? Ең оңай әдісі ойлаймын, жаңағы TikTok, қазіргі әлеуметтік желілер бар ғой, Instagram, YouTube, соның барлығын сол үйренгің келетін тілде субтитр болса субтитрімен көрген дұрыс деп ойлаймын. Өзіңді жаңағы қоршап қойсаң сол тілмен үйрену оңай болады. Тілдерді үйренген кезде қандай әдіс тәсілдерді қолдандыңыз? Тіл үйренгенде ең басты көп оқу керек. Сосын қызығушылықты көтеру үшін біреумен сөйлеу керек. Тәжірибеңізге сүйене отырып, қандай бір ұсыныстар берер едіңіз тіл үйренуде? Әдіс тәсілдері бойынша мысалы? Қай тілді болса да қателіктер болады, оған мойымай, сол тілді сөйлей берсеңіз, әйтеуір нәтиже болады деп ойлаймын өзім. Білемін, ешқандай тіл негізінде жеңілдікпен келмейді, просто үйде постоянно практика. Қайталау керек қой, бүгін күнімен оққаны, ертең таңертең тұрып алып, ұйқыдан соң бір қайталап жүріп, неше сол кезде миыңға қонады ғой. Сол тілдерді тезірек үйрену үшін қандай әдіс тәсілдер қолданасыз? Сөздерді көп жаттау керек. Үйде мысалы жаттаған кезде жазып қоясын, А4-ге, холодильникке неге іліп қоясын. Потом түркше өлең мысалы тыңдайсын. Сол өлеңдермен кино көресің, кітап оқу, ағылшынша мысалы кітап көп. Сүйікті өлеңдеріңді, мәтіндерін тыңдау, оқу керек, соны тыңдау керек қой. Сөз көп білсең, сөйлеп кетесің. Жалпы тіл үйренуде өзіңіздің бір әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Жеңілдететін тіл үйрену процесін? Жалпы бір-екі тіл білгеннен кейін басқа өзге тілдер адамға оңай беріледі деп ойлаймын. Өзінің методикасы қабылданады, адам өзі біледі, не қалай өзіне жеңіл екенін. Сосын енді қазіргі оқу тәсілі нелер көп қой, YouTube арнасында. Және қандай ұсыныстарыңыз бар әдіс тәсілдері жайлы тіл үйренудің? Тек қана кітапқа сүйенбей, басқа да медиа деген сияқты және нетворкинг арқылы үйренсе, тіпті де тезірек үйренуге болады деп ойлаймын. Фильм болсын, сериал болсын көрсем, мен әрқашанда осы оригинал тілінде қараймын. Мен тілді білмесем, мысалы бар ғой, қазақша, корей тілінде болса, мысалы бар ғой, мен субтитрлармен көремін. Себебі маған ұнайды сол тілді есту, сол ұнайды, иә.
сөздерін жаттау иә сөздерін жаттау болған жоқ, прям сөздерін жаттамаймын былай, бірақ именно осы оригинал тілінде көрген жақсы ұнайды. Иә, блогерлар мысалы ағылшынша болса, маған ұнайтын тема болса, соны ағылшынша ғана қараймын, болды. қазір қандай тіл үйреніп жүрсіз? Қазіргі таңда жалпы енді өзімізге қызығатын испан тілі. Неліктен? Білмеймін, енді өзімізге үйренуге кішкене жеңіл сияқты, жақын сияқты. түрік тілін үйреніп жүрмін. Түрік тілін қалай үйреніп жүрсіз және қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз? Негізінде түрік тілі мұғалімім болған, онлайн оқып жүрген, сонымен қатар сериалдар қараймын түрікше. Сізге сол көмектеседі, иә? Иә, көмектеседі. Келешекте қандай тілді үйренгіңіз келеді? Мен түркияша үйренгім келеді, өйткені естігенде ол жақта өздерінің адамдарына бағаны төменірек береді деген. Ал енді мен қазақшаны жақсы сөйлегендіктен түркияша оңайырақ болады деп ойлаймын. Қазір негізі ешқандай тіл меңгергенім жоқ, бірақ ең алдымен ойымша Қытай тілі. Себебі әлемдегі әрбір 7-ші адам Қытай тілін білгендіктен мен ойымша болашақта өте маңызды және керек тіл болады. Болашақта енді жалпы французша кішкене французша бір. Неліктен? Білмеймін, болды бір әдемі тіл. Мен қазір ChatGPT шықты, сонымен уже итальянский үйренейін деп жатқам. Ойлану керек, португальский может мүмкін. Қазір ағылшын үйренгім келеді, бірақ енді әлі толық үйрене алмаймын жүрмін. Тіл үйренгім келеді. болашақта үйренгіңіз келеді. Неліктен? Саяхаттаған жақсы көремін, сондықтан керек ол тіл. Алдағы уақытта испанша үйренгім келеді, себебі футболға қатты қызығамын, және де сол елдің футболдық жаңалықтарын дәл сол испан тілінде оқығым келеді. Тағы да қандай да бір тілді үйренгіңіз келе ме, және қандай тіл? Алдағы уақытта қызығамын француз тіліне. Неліктен? Білмеймін, естілген әдемі, өзіме ұнайды. Жапон тілін, иә. Неліктен? Ұнайды маған, Жапония ұнайды маған өзіме. Мәдениеті? Иә, мәдениеті. Адамдардың көбі бір емес бірнеше тіл біледі екен. Ал сен қандай тілдерді білесің және қандай тіл үйреніп жүрсің, немесе қайсы ұнайтыны жайлы осы видеоның астына жазып кет. Бізді қолдауды ұмытпа, пікір қалдыр және біздің бейнежазбаларды бөлісуді ұмытпа. Бізбен бірге болғаның үшін рахмет. Сау бол!